Қайырлы күн оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге құрамы өте қарапайым томат, майонез және кабачкидан жасалған керемет қыстық икраның рецептісін ұсынатын боламын. Видеода көріп отырғандарыңыздай өте әдемі, дәмі ерекше, тіл үйіретін икра болып шығады. Менің рецептіммен ұстанып жасасаңыздар, сіздердің де икраларыңыз дәл осындай дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге кабачки қажет болады. Кабачкидің кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Кабачкидің сыртқы қабығын алып тастаймыз. Бізге қабығы қажет емес, және де ортасындағы дәнектерін де алып тастайтын боламыз. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Өздеріңізге қалай ыңғайлы болады, солай кессеңіздер болады. Ортасын кесіп алғаннан кейін ыңғайлап, ұсақтап турап аламыз кабачкиларымызды. Ет тартқыштың көмегімен немесе блендердің көмегімен ұсақтап алатын боламыз. Міне мен осылай барлығын тазалап кесіп алдымдағы ет тартқыштың көмегімен ұсатып алдым. Мінекей, енді түбі қалыңдау келетін ыдысыңызға кабачкиларымызды саламыз дағы, үстіне барлық қажетті заттарды құямыз, тұзымызды, қантымызды, сұйық майымызды және қызыл бұрышымызды саламыз. Үстіне майонезіміз бен томатымызды қосамыз. Барлығын салып аламыз дағы, жақсылап бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Өзі жасалу жолы өте оңай, құрамы өте қарапайым болып келгендіктен мен жылда осыны жасаймын және жақсы желінеді. Мінекей, енді осы араласқан массамызды баяу отқа 2 сағат араластыра отырып қайнатып аламыз. Анда-санда араластырып отыру қажет, өйткені түбі жабысып қалуы мүмкін. Дайын болар алдында 15 минут бұрын, яғни 1 сағат 45 минуттан кейін үстіне чесногымызбенен, бір бас чесногымызбенен 70% уксусымыздан құямыз, бір ас қасық, 15 минут қайнатамыз. Банкілерімізді стерилизовать етіп, қақпағымызды стерилизовать етіп, дайын салаттарымызды салып алатын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Салатымыз ыстық күйінде алдын ала дайындалған банкілерімізге жауып, жылы орап, бөлме температурасында толық суығанға дейін қойып қоямыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.